Негізі олимпиаданың кезінде өте күшті формада келдім. Дайындықта мықты болды, бәрі күшті болып келіп, бірінші қарсыласым мен ұтылып қалған едім, Греция елін. Бірақ мен ойымша сол кезде сезінгенім финалға жетіп, финалда да жаңағыдай Корея, ол кезде Корея елінің спортшысы бірінші орын алды. Ол спортшымен кездескен кездерім болды. Ондай бір алып баратқан бір қатты спортшы болған жоқ мен үшін. Мен оған да дайын болдым. Енді ойы ғой енді, ол кезде жетсем отанба деген, алтынға жетсем жете алатын бір мүмкіншілігім болды деген бір сезім болды. Грекия елі финалға шығып, артынан мен жаңағыдай Утешиловкамен барып, қола медальға қол жеткіздік. Шулы бір не болды ғой, бір кездесу. Спорт немесе білім немесе тағы да басқа деген нәрселер енді ондай бір таңдау болған жоқ. Өзім бір қойған мақсатым болды. Спортта болам, әйтеуір сол спорттың бір нәтижесіне жетем деген өзім бір мақсатым болды. 2006 жылдары бір жағдайлар болды. Спортты тастап кетейін кез, сондай бір сәттер. Бірақ енді ағаларымыз дұрыс ақыл айтып алып қалды. Сөйтіп ары қарай жалғастырып кеттік. Және де үйдің әке-шешем де жақсы қолдады. Қазіргі уақытта енді арманның бірі Қазақстаннан олимпиада чемпион шықса деген. Сол кезде бір кішкене тынышталатын сияқтымын ба, және бір шетелде жүргенде, неде жүргенде бір басын көтеріп жүретіндей бір жағдайға жетсем ба деген ойда, сондай бір арман.